Салем достар, сіздерге топ эмоджи бүгін түсіріп жатқан себебім о том, как мен видеоны түсірмей кеткенім туралы және мен неге видео түсірмейтінім туралы және неге аяқ астынан стрим жасап жүргенім туралы айта кетейік. Мен жұмыс істеп жүргендіктен менің қолым вообще босамайды. Да еще сетте мына жақта жаман ұстайды. Мен, кстати, өскемендікі болғандықтан мен аяқ астынан осы семей жақта жұмыс істеп жүрмін. Жұмыс барысында дегенде мына жақта сет жаман ұстай берген. Так что ойын кезінде сет ұстамай қалады да дұрыс ойнамай қаласың. И поэтому видеода түсірмейтін болып кетті. В общем, не суть. Бүгін мен сіздерге алдыңғы, то есть келе жатқан пропуск туралы айтатын боламын. Және ол туралы авадағы көргендей самый сокты көрсететін боламын. Самый сок дейтіндей сок емес сияқты, по-моему. Потом көресіздер. Вот бірінші пропусктың киімдері дегенде бұлар өздеріңіз комментарий жазыңыздар, қалай ұнады. Маған как-то не очень сияқты. Мен лучше сатып алмаймын пропускты. Вы как? Пропуск жайында мен енді алмайтын боламын. Өйткені мен көп уақытым жоқ ойнауға. Сондықтан думаю, алып керек жоқ, өйткені текке оған ақша кетіріп, менен ойнамаса текке ақша кеткен болады. Және бұл пропусктан көргендеріңізде айтпақшы көрсетіп қойдым. Көргендеріңізде ана жерде лутбокс болды. Бұның ішіндегі лутбокстан түсіру керек болады. Сол немені итол бірақ попытка. Бұл дегеніңізді біліп отырғандарыңызды шығар. Попытка 1/100,000%. Купты алу үшін. Карина сондай алдап отырған, сондай көргендерін донат жасасын деп ананы каменді қойып қойған. И адамдар қалаусын деп. Сіздермен бірге болған топ эмоджи видеосымен аяқталады. Келесі кездескенше.